Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге YouTube каналымда аджиканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл аджиканың ерекшелігі небәрі 3 ақ заттан тұрады және помидор қосылмайды. Дәмі ерекше болып, қанық қызыл түсті болып шығады. Банкіге жапсаңыздар да болады, морозильникке, баклажкалерге құйып, қатырып сақтай берсеңіздер де болады. Ол үшін міндетті түрде барлығы қызыл болгарский болу керек. Қанша мөлшерде салғанымда астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Мен барлығын кезек-кезек салып отырдым, яғни қызыл болгарский, одан кейін қызыл ащы бұрышымызды, сонда барлығы біркелкі болып шығады, және де ащы бұрышымыз ет тартқыштың ішінде қалып кетпейді. Барлығын осылай өткізіп аламыз. Кезегімен салып отырдым. Себебі қызыл бұрышымыз мынау ет тартқыштың ішінде қалып кетпейтін болады. Артынан осылай болгарскиймен ет тартқышымызды тазалап отырамыз. Бұл аджиканың ерекшелігі ешқандай да помидорды қажет етпейді, тек қана қызыл болгарскиймен ащы бұрышпен жасаймыз. Және барлығын кезек-кезек салып отырып, осылай ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Міндетті түрде қызыл болгарскийді таңдайтын кезде ешқандай шірігі жоқ, тап-таза қызыл болгарскийді таңдағандарыңыз дұрыс, және де сарымсақты да ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Себебі қызыл болгарскийіміз кішкене шірігі болатын болса, аджикамыз атылып кетуі мүмкін. Сол үшін біркелкі таза қызыл болгарскийді таңдағандарыңыз дұрыс. Дәл осылай аджиканы жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Ең бастысы дәмі мен түсі ерекше болып шығады. Помидордыкінен әлдеқайда артық болады. Қып-қызыл ерекше түс береді. Дәл осылай істеп, қайнатып, банкіге жауып қойсаңыздар да болады, немесе морозильникке салып қатыра берсеңіздер де болады. Ең бастысы бұл аджиканың жақсы қайнауында барынша бабымен жай қойып, толық қайнатсаңыздар керемет болып шығады. Аджикамызды алюмин ыдысымызға салып, отымызға қойып, толық қайнатып аламыз. Бетіне көпіршігі шығып, толық қызыл түске енген кезде отымыздың астын өшіріп, тазалап, булап алған, стерильдеп алған банкілерімізге құйып, аузын жақсылап бекітіп, 1-2 күнге жылы жерге орап қойсаңыздар болады. Одан кейін морозильникке сақтай берсеңіздер де болады, баклажкаға құйып, ол енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Видеом пайдаңызға жараса, каналымды қолдап, еңбегімді бағалап, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісінде басып қойыңыздар. Жаңа видео рецептерім шықса, алғашқылардан болып көретін боласыздар.